Алатау қарт секілді тымақ шешкен, бауырынан буаз бұлттар шұбап көшкен, қасының омырауын құлақ тескен, асуын өрнектеген құрақ кестек, жамалың жартас өскен жазыларша, самалың сандуғашқа қынау тескен, сіздерге ақ жалауын бұлғап қалды, баянтал қарқаралы қырат көкше, ассалаумағалейкум сәлем бердім, Құдайдың құлдарына құлақ кескен, Алладан нәсіп болған Алатауға, алмадан жеп жатқандар жұмақ өскен, Ақылдай жүрген өтедай бір күн сағатта, миллион сомды ойын күлкім, халәлә күләйлә шапалағын қайда. Ал бісміллә болда бір Аллам, жаңылдырмағын дұғамнан, көк бөрі қазақ барсың ба бөрілі байрақ ту алған, Аспанбек сөздің бастасын аспан ашылса тұманнан, қамығады деп құбарлан, қасқырдың қаны жылынар қаңтарда қатқан қыраудан. Алатауға келгенде, алаш баласын көргенде, шығарайын бір құмардан, Алматы жұрты армысың, алты кісіге ас болған ағашынан үзген бір алман, қарияларың бармысың, Құдайдың сөзін құп алған, иыққа іліп салшекпен сақалын сипап дау шешкен, күн шығарып мұнардан, өрімі қайыс құнаннан, бүлдіргесі бұландан, шырмау балқын сабжез қамшысы қолда дыраудан. Ерім деген ерінері, күйбеңмен өткен күндерге күлкісін беріп мұң алған, 5 жасқа белін буынып, тебінгінің астынан темір балта суырып, ажалға қарсы жүгіріп, жауды көрсе қуанған. Ақтың үстей мұздары, ақтың үстей бұралған, шапалақ соқсаң шалқаян, жаңа салтын жеңізде шапан егендей құланнан. Көріне қадам басқалы төбемнен 2-3 күн ауған, мазар араламай жұртқысап, мазар аралап қайтып ем, қазарайын деп күнәмнан, бабаларым жатқан жерегін кімдерге мәңгі бұжалған, Райымбек жатқан аптал бені, талай атанның жүк ауған, Сәтбайым атам жатқан жер, қаныштың тапқан байлығы кәрістің ұлын суарған, Астананың саларда әбіштің ұлы қуанған. Осында қазақ деп қолға туалған, қаңбалы таспен тілдесіп тарихын ашқан туаннан, Кенжетайдың шәкені айдай сәулесін жағып тұр, айманын жаққан шырағынан, Ұлабайдың сүреміндеп орындалмай кеткен бір арман. Байзақтың алтын байрағы, Иисустың қоңырауы емес, Исаның жаттап өлеңін желдірмесімен жұбанған, жарқырап тұрған шамбадан мың-шума өлең шығарған, дәурені жүріп тұрғанда киіз үйлі қазақта, қазақ түгіл арапта кім артық еді бұлардан. Сәлем айтты сіздерге, осыларды тудырған Павлодар облысындағы Баянауыл деген бір аудан. Орта жүздің арғыны Бұхарасын жырлаған бұхарлардың қалдығы. Ассалаумағалейкум Аспанбектей, жыраудан Әкпейсанды бастайын, алқалы топтан именбей, қолғы сапты қаншысын толғай ұстаған билердей, қажастың тыңда серісін, қара бұлан терісін сүтке малып елердей, күдеріне баутап ақ кіреуке кигендей, елдің сөзін айқайын, көш алдына тартарға, нар бойында артарға кеңдің аузын түйгендей, елде бұланаған қасында, сауырында кер қайнаған кеше берке жирендей, сорайып отыр қасында қомайып салған үйлердей, аяулы қалам Алматы, нұрғиса тартқан күйлердей, жамалы жанды енітіп самалы тауға сүйрердей, қалай шыдап отырсың бір қажып, бір керемет күйгенбей, өзім балқып барамын, шырайына шыр біткен, ай сағынып жыл күткен, түнде түсіп түңдіктен қордың бұзын сүйгендей, шалқып бара жатырмын, жері ұйықтан келгенде жұмақ көкшем кигендей.
Аңызындай алаштың аңызындай нұралы, ауызындай дуалы, туылған жерім Түркістан ақсүйектердің тұрағы. Арыстанбабым жатқан жер, Яссауиді тапқан жер, шариғатымның бұлағы, сол Түркістанның тозғанба топырағының құнары. Пайғамбармын деп біреу жүр, есім оның нұр әлі, сіңіріп алып сыраны, ақ қолында жоқ құманы, астында жоқ пырағы, суырып сап сүрені қолда бұл жазып дұғаны. Бұл әлемді жерсінбей, Мұхаммедті менсінбей, өз бетіме қуады. Қазақ жоғы деп намазды, кісіні жынды қылады. Қазекең текке айтпаған, тұйықсың түлен туады. Ереке өзің едің ғой, сол Түркістанның қыраны. Осыған кім кінәлі, күзегің осы кінәлі. Мың күн тұрған шөлмекте бір-ақ күнде сынады. Не деп жауап бермексің, Аспанбектің сол сұрағы. Не шықса да әйтеуір Шымкенттен шығады. Atoy salып аламанда, төгіліп бір көрейін тері қарда. Астанам кеше туған жас бала еді, алматым шежіресі терек орда. Қаза берсең Казгуден боп шығады, ғалымда академик генералда. Елордам сен арқылы еркелеп жүр, жемегені артында жеген алда. Сарайын тұңғыш көріп, көз үйренбей тұрғандай көп адамға. Қысылып жүруші еді, конгресс қолда көсіліп, бір көрейіп кең алаңда. Ассалаумағалейкум, сәлемдердің барын түйіп, жеті судай жер аман ба. 91-дің қысында толғақ қысып, тәуелі сөздік туылған төр аман ба. Келесап қағабының жасап жатқан Бауыржандай бай әрі бек аман ба. Әкімің 15 рет ауызса да, ақылы ауыспайтын ел аман ба. Аспанбектің көрегенім, сынаумен мінеу екен көмеленің. Адасқан бір адамды шіркеу қылып көлгісі көкті жеттау төбелерін. Не шықса да Шымкенттен шығар болса, жақсылығын айтпайсың неге менің. Оңтүстікке атпасын бұрғанымда ештеңе аяма бер сенен елім. Айнстайн ат мініп кетуші едің, мақтап мырза мен төрелерін. Езуіңнің емініп езуіңнен суың ағып, қарымызын талай мәрте жеген едің. Көргіңмен немізің өлгеншілеп, өлгенше жеп Шымкентті жәннатқа теңеп едің. Атқа мініп атаңды танымай қап, енді соның барлығын елемедің. Аспанбек сен түгілі білесің ғой, патшаныңда біз жайлы не дегенің. Адам өмір бір-ақ рет беріледі, жартысын бізде сүру керек оның. Солтүстікті қазағын ел қылады деп көшіріп жатыр қазір көбіренің. Базарыңды қайнатқан шымкенттіктер оңтүстіктің көрмедің не көмегін. Қысқасы шымкенттіктер болмағанда шекеңнің шылтығанын көрер едім. Өрт қақтаса, момындар көре қоймас тоқпақтаса. Жаратқанын ұмытып шыға келер пенденің екі көзін ет қаптаса. Пайғамбармын деп жүрген сол бейбақты қайтеді ақсақалдар оттатпаса. Біздің мұсылмандыққа мін болмай ма, қымыдыбы шариғи соттатпаса. Қой дейтін қожасы жоқ бұл заманда, байыпты сөз өтпей тұр бет бақтаса. Нұрәлінің ноқталар жан болмай тұр, қайта оны қоздырып от жақпаса. Жюриде Түркістанның күйеуі отыр, сол кісі бірін қайлы рет таппаса. Пайғамбар да күйеуін
сыйлаған деп Нұрәлінің нұртірі тоқтатпаса ойлаған тек мемлекет тек ұлықты кешегі қасқалардың дені мықты Северян южан болып біздің қазақ советтің дәуірінде бөлініпті өйткені КСРО-ның саясаты қазақты жегі құрттай кеміріпті Хрущев солтүстіктің 5 облысын Ресейге қосамын деп емініпті Маңғыстауды түрікменге оңтүстікті өзбекке беремін деп желігіпті хатшыға қарсы шықпашқан адам таппай төрелер айтқанына көнігіпті сол кезде бір шешесі қалжа жеген қазақтың бір жігіті көрініпті туған жерім ешкімге бермеймін деп аттан салып мінбеде тебініпті гагада сотқа береді дегеннен соң амал жоқ Хрущевта жеңіліпті ол кешегі Жұмабек Тәшенов мұнда да маңдай тері төгіліпті сол үшін де құлынып қызметінен жер ауып жай жұмысқа жеңіліпті ал Шымкентте өткізіп қалған өмірін асына сол маңайда беріліпті биыл осы ағамның 100 жас еді жоқ болған соң кім айтсын жөні өтті тоқалға күнде бір той жасайтындар есімін атауға да ерініпті Атқанымақ түгілі атап өтпей, осы біздің төрелер не біліпті мың жылдығын болжағыш мырзаларын 100 жылдық Жұмабегін неге ұмытты Адамға зияны жоқ адам едім ініміне ағаны аға дедім Қазақтың өз азғандай қазақты жерге бөлмей салдың сақтасаңшы сәлем едім 5 облыстың бірінен келіп тұрсын сөзіме тиек болған жаңа менің бауырым осы күнге шүкірлік қыл тәубамен қанағатты табар едің кешегі Тәшеновтер болмағанда сен қазір қай мемлекет болар едің туысқаныңа тиісіп былай тұрсын дұшпаныңның табанын жалар едің Шымкентті шеттету былай тұрсын сенің өзің шетел болып қалар едің Jejerimiz Astana'day törbas et, şetel bop keter edin dep öz kazağından bolmaş et. Ardında жақсы ат қалса, 5 облысты ат қалса, Тәшеновтерді болжас et. Жұмабектерді тудырған Арғын деген ауылдың қопқа кірген жорбас et. 100 жылдығын тойламай, ертең күнін ойламай, өткен күнін ойламай, ертеңге қазақ бармас et. Жұмасайын шашынып той жасайтын Астанаң Жұмабекке бір той жасаса кедей болып қалмас еді. Сен айтып отқан Павлодар Сарыарқаның жалғас ет. Қарертісті жайлаған, мамағатын байлаған, қанбазары қайнаған орта жүздің ордасы ет. Ол рас дұрыс айтасың, 5 облыстан айырылсақ, қазақтың жайы оңбас ет. Төрде отырған төрелер салтанатын құрмақ түгілі Сарыарқаға қонбас ет. Айналайын ереке, Павлодар болмаса Астанаңда болмас ет. Келгенмен жоғарғыға еңсеңдісі, жел соғып талай шөптің кеңселді ұшыр. Аты орыс болғанмен заты қазақ кереку емес еді ең сорлысы. 300-дей академик туған мекен, бабамның айтағына белсенді
kendisi. Biz oğuzdan hayırla cazda verip künderdin artta kaldı yen şeridisi. Bırak bugün basazat bir gün boy. Eşkimden kememi eşkimden yemeseydi yen senmişe. Atla Avustralya kalalardın basıp durmasın desek körüşelmisi. Yav taslaklıydı durdu göçtü. Sıcaktın mesmüttüy benzindisi. Odan da kandaslarını alıp gelip Pavladar'a kondursa körüşendisi. Bir günde Kazak'ın çıkar edik sertlerin alıspeken sol sembisi. Boyan Kazak atkanın tepki jatma. Ömrünün esken gitmeyi ölçevlisi. Kazak'ın batırları kaydasınlar. Teşhedi ve beş çıkar. En songusu Arıdan biraz suyunayım, kırmızın çirkin kamerından, karnımdan ağırından, anlı buyruk bağından, dört muhittin gözünde, arısından canından, ülkenin kuzunda, sözcülerin kuzunda, kaçkana kuşkan kuzunda, adal kuşkan arından, konu gökşaktan ortamız, kırtımını cortamız, kürek şarından, babalarının murası, balbal kastan çalıngan, altından geldik kanından, kastırdan işim canından, bir gün cırlap bitmezsin, bilgen ağam bir bağırdan, sonday bir gündür öpkende, 15. asır jetkende, keregeler kökbende, kereydigan etkende, amjoldarganın tökkende, kurbanlıkka şalıngan, arısın ölüp maydanda, kayıs papeldi kabırgan, öşmesin jurtun jadından bostanlık solay tabılgan. Men Kazak degen dedim, karşı geldiğin düşmanlık kağından jerip kağıngan, saganası saganağı sarp olup kağanağı jangan, handığındı koylasan, basına kongan bağından, kos babanın atına, kos kalanı siyetsek, artık emes koy ağayın cennet kerey hanımdan, kuduların var deken piyokru geden kağından. Altı gündük jıyında 60 günderin arılgan selemi salıp savurdan bülük çıkpay bavurdan adaspay kalıp Kazak avundan kıyametteki handığın kıyamette jetkençe kaydırmasın kanından argadası serdede bir gadası sevlede tübüngü gelse kanlıydı üzülmegen kancede 30'sın şargıydı, kızıltılın şalgıydı. Senimin, aytsasın senimin degen кезде Жаратқанның тиіп жәрдемі, ішімнен қыңыр бір дауыс жүкеуге қоңырау шал деді. Хабарласып ем жүкеуге қой деді маған әурені. Еркебұлан деген көшімді артып жүрген нар деді. Оң босағадағы қыз емес, оң жағын отқан зам деді. Қолымда жерді жарғы еді. Қабағымда қарлайды, дауысымда зарлайды. Бірақ сесенен десіп қорқайын жалғызда бұдай жар деді. Арыстан бар екен деп апанда жатмас ал бөрі. Қапырақтап кетпексің 90 өнерді болат деп тозатын елдің балгері. Нұрайлаған секілді ұмытып кетіп тәубені. Кім болсаң да кім болсаң да көрейін айдадыңдарың әңгені. Сенмен біраз шайқасам хандар түгелді ереке. Хандар тағынан кетеді құдайдың келсе пәрмені. Сенді гүлі жоғалған ұлықпандың да дәурені. Топтан озып келетін алысқандары шөгетін. Жеңіліп баса да жеңетін бір қасиетің бар меді. Бұрын соңды көрмеппін сен секілді әулиені
болса ашадым, шындықты бетке басадым, Тұрсынбек әкешектейін, талғамы терең тарған жоқ. Осылардан айырылған, қанатынан қайырылған, қазақтың да бұл күні көзі тіреуге қалған жоқ. Мен әулие болмақ түгілі, әруағына солардың әумендей алсам арман жоқ. Жазылған солай кезене, Түркістанымның төрінен көгері мені көзеге. Тарихымның дәлелі, құл Қожа Ахмет жатқан кезене, адасқандарды сөз қылмай, Қожа Ахметтен бастасам, тілімді біреу кеземе. 300-дің басын жидырып, сақалын күнге сүйдіріп, сабадан қылыс сұтыйдырып, қол созып алтын кесеге, күлтөбенің басында күнде жиын құрыпты. Сол кезде сендей балалар, шайырда тілді шалдардың шақшасын тасып жүріпті. Мәз болып қайран күліпті, бас ұстаған шалдардың қолынан құлақ шешеді. Жөніңді біліп сөйлесең, қолыңды біреу шешене, кер заманға тап болдық. Ұлғасы шығыр әкеге, ұлғасы шығар шешеге, көсеге бір талқым бітсе, көсек боп шығар көшеге. Қасқаларымның қазақша біреуі біліп үруде, кесірі соның кеселі боп, руханиятын бешел боп, қоғамның кері жүруде. Қазіргі ана тіліміз қате-қате шимай боп, қалт-құлт етіп зорға жүр қағаздың ғана түрінде. Қазіргі діндеп жүргенім, біреуі тартып Қырымға, біреуі тартып Үрімге, біреуі тартып Мысырға, біреуі тартып Сібірге. Дүбәрі болып барады дүмшелер айтқан дінімде. Шашал десе басалған, жихад деп қару жасанған, қарайтын болдық дүрлігіп дүниядағы дүбірге. Шын мұсылман ол емес, құлақ қойсаңдар әлемге. 18 мың қаламның алтауы болар нәбәдәт, алтауы болар шәбәдәт, алтауы болар хайуанат. Мұсылман адам соларды өлтірген емес бірінде. Қазіргі әндеп жүргенім, ібілістің даусындай ымырсып шыққан өмірде. Әміренің әні жоқ, мағынасының мәні жоқ, сағалды өсіп келеміз сайлау бектердің тілінде. Менің қалағым, мұншама азып көрінерек, бұдан да жаман күнімде, қаймағы кетіп дейін, қасмағым алдау күнімде. Аймай аспан деп, өлеңнің соқсамай табын, теректі болмай тентеніп, түрінен шығарай тамырын. Бұл қазаққа қасқаны сыйлап еді қаншама, кешегі баян аудың, керекі күн қазақтың, орта жүздің жеріне бермексің кімге тағылым. 300 академигім, бұл жүздің жері демей-ақ, Алматының төрінде алған жоқ па тәнім. Ұрыңа жақынай жігітек, сүйіндік деп сөйлесек өйсі болып шығарай сауырым. Артынан дағына бұлғасам, қасыда берер ай тамырым. Шаршы топқа түсуші, шапан киіп тәрбін. Сол шапанның артында қырыс-қырыс боп жүруші, қаржас деген жазының. Атасының есімін қасқа жазғанды көрген, артқа жазғанды көрмеппін. Айтқанда сөздің анығын, айналайын бауырым. Ел болам десең егерде, рухыңды ғана көтермей, ұрла тұрмай жұтыңды рухың көтер бауырым.
Өлтірдің менің жынымды. Сойған түлкі секілді, ыржита берме тісіңді, тыржита берме түріңді. Олы жүздің бала сен, жүрісінен таныған буаз кеткен биенің ішінде кеткен құлынды. Тегімнен келгенде көңілімдегі бүлінді, шапанға жазсам руымды, ұлықтағаным бабамды, ұмытпағаным түбімді, ру дегенім қазақтың паспорты ғой бұрынғы. Жет атаға жетпесе, қыз алысып қыз бермеген бабаңнан қалған мәңгүлгі, қан тегіңді білмесең, қатын қылар ең өзіңе қарындасыңды бұрынды, қан қызы да қосар ең қара сүйек құлыңды. Қалай ұмыттың ереке, қалай ұмыттың ереке, алдаспаны бас кескенді, атқан оғы тас тескен, құлатпаған туымды, қара керей қабанбай, қанжығалы бөгенбай, шақшабылы Жәнібек, сіргені қара түлеуге, шапырашты Наурызбай, батырларымды дүбірлі. Солардан қалған мен едім, кере берсең кеудеңді, көк ұшыраның күліңді, мұрыныңнан шығарам кеудеңе қонған шылыңды. Жігітпен отсам ілімді, одан кейін бұл бала әрі қарай құбылды. Көсеге бестан құлы бітсе, көшеге қарай жүгірді. Көселер емес бұл заман сақалдылардан бүлінді. Жамағатқа бөлініп, ойыншық қылған дінімді. Жалған көсеге теңеме, жалған көсеге теңеме, алдар көсені ойнаған, шәкеннен қалған бір ұлды. Дейсің бе жасың бешеде, ұшақ жасып көнедің қой шүйре біріме мұрынды. Айналайын ереке, есіңе сенің салайын, ақыласса аға тұт, қоясығы демек қолыңа жатса сақа тұт, төледен қалған ілімді. Бәрін айтта бірін айт сен секілді ереке, қаранарлар қартайса, өркешұлар әл тайса, біз секілді тайдақтар көтереді, жүгіңді Айықтан біраз сөйлейін, жөн болмаса ұс ашпаған, Жәнібек керей қоспаған, шуға көшін бастаған, бөріді байрақ тігіп, қазақ деген халықтың хандығын көріп тастаған. Одан соң енді билеген, бұрындық ханның кезінде, алып қалғанын бастаған. Одан соң енді билеген, дұшпанға басын имеген, қасынан қақты тас қазақ, не көрмеген алаштың, заманында мамаштың, жауыз торып жарастың, қайыр ханның қызында қабағын тайып ақсаған. Тәуекелдей тау бабам, Дунайға дейін жаулаған, үстінен жау баспаған, асып туған ереді, ала таулай ақшадан, Ташкендегі баба сұлтанның басын кесіп тастаған. Қаржырау бабам айтқандай, қазақтан небір хан өткен, еңсегей бойды есімнің бір түстігінен аспаған, қарсы келгенді қақ бөлген, салқам жәңгірден ат берген, ерлігін қалам растаған, 600-ақ сарбазбен 50 мың қолдан саспаған, жалаң көз батыр келгенше жарып сындырып жастаған. Қабағында шыққан берекемді шашпаған, Әзіркенің заманы бар қазаққа бағалы, жау түндігін ашпаған, төрінен қыдырып қашпаған, болсақ беріп бір қалып, болатқан қанша мұңдалып, қайыпқан қанша қақсаған, Әбілмәмбеттің тұсында қасымақ берді ақсабан, бағасып туған басқадан. Абылайдай қас бабам, 300-дің басын қосам деп Құтылағай бастанып, темір қазып жастаған. Кенесары деп сөйлесем, меңдімдерден жасқанам, иығымнан түскенше иілмеген бас болам. Ауысып тағы бағытын Ресейден кейіп қамытын, алдымнан шықты ақ сораң. Қазақтың мұңын жырласам, қозақтың өтір көшелі деп, шалдар айтып жататын бір қақ қойып шақшадан. Қаймана қазақ баласы Алатауды алды айналып, 91-де онды бақсаған, тізгіндап шапыр аштаған, алтынменен аптаған, күміспенен қаптаған, ой көтерді астанан, хандығын керей бастаған, тоқтамасын деп тіледім Нұр Сұлтандай, патшадан қазанатындай қазақтың қазған орға сүрінбес, топқа салсаң кідірмес, отқа салсаң мүдірмес, семсердей берек жігітең сүлеусіндей сіңірілес. Қашқан әңі құтылмас, басқан ізі білінбес, мұсылманның баласек сүйгіден түңілмес,
мен там мезгілсіз түрілмес. Алдыңа келіп тұрғанда халық сатаңның құнын кеш. Елімді орыс дегенше қазақ деген ел жоқ деген Жириновский дейтұғын Жирен орыстың тілін кес. Мәңгілікпен мен түбіргеш, ол абай атам айтқандай, біріңді қазақ, бірің дос. Мәңгімеседі бұл жалған, қабырғасы қатқан кәрі дос қар жалған күні жүгірмес. Сөнгендер қайта жанғанмен, өлгендер қайта тірілмес. Күндердің күні болғанда күндердің бері бөгілмес Жылтырап қана тұр екен бетперден енді түрілді. Жеті атасын білетін қазақта жалғыз сенбедің келдірме менің жынымды. Мұны отырған халықта атасын білмес адам жоқ. Тарқайсың енді тіліңді, қарындасың қатынды қай қазақ қазір бүлінді. 30-ға жасың келгенше ойда жүрсің өзіңде, басқадан қызын таба алмай алғалы жүрсің кіміңді. Айналайын Аспанбек, осылай салсам дүбірді, мен атаңды білме деген жоқ, қазақты бөлме демедім. Түсінбедің ау мұнымды, қос кеуде жігіт екенсің, азамат десем білімді, ағайынның алдында анайы сөзбен бастамай, адамшылықпен сүршеңшіп, азғантай ғана ғұмырлы. Мен көкке ұшқан қыран ем, сен жердегі аспан ем. Түркістан деп сөйлесем, төгіліп тұрған дастан ем, арқа жақтан сөйлесем, астанадай асқақ ем. Құдіретім болса қолымда Жириновский түгілі. Қазақстанды Ресейге қосу керек деп жүрген, доғысын көкіп жеп жүрген, Тайшыбеков секілді қайраңдаған балдардың басында кесі. Астайым айым. Ұшылдықты айтып ем, көп екен мұның дәлелі. Оған жауап қайтарар менің де уәжім бар еді. Айналайын Аспанбек, оның рас бауырым қанды Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақтағы Жәнібек, Шапырашты Наурызбай, қандан шыққан Сарбұға, Қамай есеп тағы бар. Қозғай берсең батыдан кіші жүздің бәрі бар. Уақтан шыққан баян бар, уақтан шыққан баян бар, төрем менен қожан бар. Осының бәрі қосылса жер қайысқан қол еді, кеңді дейін тар еді. Басын қосқан солардың Абылайдай хан еді. Қазақ деп шапса жауына жаратқан өзі жар еді. Ал олар руға бөлінсе бір-бірімен жау еді. Өйткені елді басқарып отырар жалғыз тақ еді. 300-нің сұлтаны сол тақтан болып дәмеді. Бір-бірімен шайқасса қылыштың жүзі қан еді. Қазақты жоңғар шапқанда, 300-нің басын қосқанда, Әбілқайыр ханымыз әскерін кері бұрылысып, әдейі кеңдей қап еді. Соғанда қазақ жеңіліп көргендері мұң еді, естігендері зар еді. Айналайын бауырым, бөлінгеннің осындай, бөлінгеннің руға осындай болар дәлелі. Жеті ата деп жүргенім, бәйтерекке де мәлелі, жапырағы қураса, бұтағы болмас кәделі. Шежіреңді айтқанда, жоғардан төмен оқсан, суысып кете бересің, төменнен жоғар оқсан, туысып келе бересің. Бірліктің бұл да мәледі, осы енді біліп ал, оқпаса енді ұғып ал, өзгеге ақыл айтарда өзіңнен баста, әуелі бай. Аспанбек деген бұлбұлым, топқада түскен дүлдүлім. Атың аспан болса да, екі аяғын салақтап, аспаннан түскен жоқсың ғой, шыққан жеріңді бір күнім. Қуалай берсең түніме бір болып шығар кіндігім, ұрысатын күн емес, туысатын күн бүгін. Одан туып жүрейік, тәуелсіз мына қазақтың татуда тәтті тірлігін, жүзге бөлмей жұртымды, руға бөлмей ұлтымды, мезгілдің соңы болғанша басында тұрсын бірлігін айып. Ал ол рас дұрыс айтасың, басында тұрсын бірлігің. Саудың тамағын шығап сөзін айтпайын жындының. Айналайын ағайын тек қызық тойлар менен түрде берсін түңлігім. Сен даман бол осымен.
Тамағы көміс бұлбұлым, табаны бұрыш дүлдүлім. Қазақтың санын тойларын тойға ұласып, Алматы жұрты аман бол. Түйір тасыңа бермеймін әлемнің алтын құрылымын. Естілмейді ағайын, орысты сыртқа қалдыртып, Алатауды жаңғыртып, қиқулайтын күн бүгін. Орастыры сайдасын, баянды болсын бірлігін. Біз досымен тұрайық, тоймен өтсін тірлігін. 6 жылға қадиды, Алматты өткен бір күнім ай.